Баршаңызға сәлем бердік. Егер де сәлемді алған болсаңыз, осы видеоны көріп отсаңыз, міндетті түрде комментарийға бақытты бол деп жазып кетіңіз. Сіздердің бата тілектеріңіз арқылы біз өсеміз, өнеміз. Және де бүгін мен сіздермен таныстық алаңын орнатқым келіп тұр. Өйткені мені бірі білсе, бірі білмейді. Негізі осы YouTube арнамдағы көп көрермен мені көп тани бермейді екен. Қай өңірдің қызымын, бұл жақта, оңтүстік жақта не істеп жүрмін, қалай келдім, барлығын сіздерге айтайын. Егер де осы бірінші бөлімге сыймаса, міндетті түрде екінші бөлімін салатын боламын. Мүмкін араларыңызда мені сүйікті қарап жүрген оқырмандарымның арасында, менің төркінім жақтағы, өзімнің оқырмандарымның арасында төркінім жақтың тумалары бар шығар. Сондықтан бүгін таныстық алаңын осылай орнатқым келіп тұр. Мен негізі өзім Батыс өңірінің қызымын, Ақтөбе облысы Ырғыз ауданының тумасымын. Сол жақта білім алып, білім нәрін сусындап, өзімнің туып өскен жерім, ата-анамның сүйікті қызы. Біз өз семьямызда 3 қызбыз, Аллаға шүкір. 2 қыз тұрмыс құрып, 1 қызымыз әлі студент, кішкентай қызымыз. Солай мектеп табалдырығын аяқтап, әрі қарай арман қуу мақсатында Алматыға келмекші болғанмын, бірақ бұйырмаған болар. Балым жетпей қалды деймін ба. Сонымен Ақтөбеге оқуға тура келді. Сонымен Ақтөбеде колледжде оқып, сонымен ата-анам айтты, егер де осы Ақтөбеде колледжде аман-есен аяқтасаң, сені міндетті түрде Алматыға жібереміз деген ата-анамның уәдесі болды. Менде андай талпыныс болды. Егер де менде сол Ақтөбені бітіріп шықсам, міндетті түрде жіберем дегеннен кейін мен де әрі қарай талпынып аман-есен Ақтөбеде колледжді бітіріп шықтым. Міне дегенше аман-есен колледжді бітіріп, арман қуып Алматыға да келетін кезек келді. 3 жыл колледжді оқып, июнь айының 25 күні диплом алсақ, мен 27 күні уже Алматыға билетке жол алып қойдым. Уже жүрек дүрс-дүрс, уже балалық кездің арманы орындалайын деп тұрғаннан кейін, менде арман жоқ шығар дедім. Өйткені менде ол кезде бақытты, менен бақытты жан болмады. Өйткені ата-анам уәдесін бергеніне мен қатты қуаныштымын, риза да болдым ата-анама. Қазір де рахмет айтамын. Солай аман-есен Алматымызға да балалық шағымның балдамы дейінші, осы балалық кезде армандайтын еді, қол жетпес қала болып бізге құдды бір шетел сияқты көрінетін еді. Солай арман қуған Алматыма да келдім. Мен сіздерге қандай мамандық иесі екенімді де айтпаппын ғой. Мен өзім хореограф, музыкантпын. Солай Ақтөбеден колледжді бітіріп келіп, осы Алматы қаласында әрі қарай білім жетілдіру мақсатында университетке түстім. Ол университетті 4 жыл аяқтап, әрі қарай дипломды алып, енді магистратура оқимын деген кезде, енді пока демала тұрайын, енді миымды бірінен соң бірі тынықтырмайын деп, шашатпайын деп, солай жұмыс істедім. Өзімнің мамандығым бойынша жұмыс істедім 4 жыл. Солай қанша жүрсем де Алматының қызығы таусылар емес. Күнінде қыдырып, балалық кезімнің арманы орындалғаннан кейін, қазір қанша жүрсем де тояр емеспін. Өйткені Алматы арман қуған қала ғой. Солай не керек, ең қызықты жері осы жұмыс істеп жүрген кезде отағасымен таныстым. Ол таныстық туралы енді келесі бөлімде айта кетейін. Екінші бөлім міндетті түрде болады. Ал сіз қай жақтың тумасысыз, жаза кетіңіз.